Қазақ тілі пәні тақырыбы диалог жаза аламын. Диалог туралы білетінімізді еске түсірейік. Алан, сөйлем, диалог дегеніміз не? Мысалы, қабат, сынып, бірінші, біздің, орналасқан бұл сөйлем емес. Себебі ой аяқталған жоқ. Біздің сынып бірінші қабатта орналасқан бұл сөйлем. Себебі аяқталған ойды білдіріп тұр. Сөйлем сөздерден, сөз тіркесінен құралады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемдегі сөздер бөлек жазылады. Сөйлем бас әріппен басталып жазылады. Сөйлемнің соңына нүкте, не сұрау белгісі, не леп белгісі қойылады. Ал диалог дегеніміз не? Диалог екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі. Диалогта әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталып, алдына сызықша қойылып жазылады. Көп рахмет, енді сөйлем, диалог туралы біліп жүретін боламын. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 24-і, 23-ші жаттығу 86-шы бет. Диалогты оқы. Оқыған сәтіңді аудио жазбаға жаз. Диалогты көшіріп жаз. Келесі жаттығу 26-шы жаттығу 87-ші бет. Хабарландыруды оқисың. Оқыған сәтіңді аудио жазбаға жазасың. Тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз.